Евклид алгоритмі. Бізге берілген мәселе екі сан бар, а һәм б. Демек, осы екі санға бөлінетін сандар арасындағы ең үлкенін табу керек. Бұны басқаша айтқанда e куб десек болады. E куб аты сол мектеп сабақларында берілген. Ол өзбекше аббревиатура, ал қазақшасы ең үлкен ұлыма бөлуші. Бұның мәнісі а һәм б сандарына да бөлінетұғын, қалдықсыз бөлінетұғын санлар көплігінен ең үлкенін табу керек. Сол мәселе. Сол мектеп сабақларында берілген шешім бұл жіктеу ұсулы болуы мүмкін. Жіктеу ұсулы қандай? Бұл екі санды да бөлінетұғын ең кіші апой санларға бөліп шығамыз. Мысалы 24 2-ге бөлінеді, 12 2. Осылайынша 30 саннан осылайынша бөлеміз. Һәм екі жақта да бар болған санларды бір-біріне көбейтеміз. Демек 2 2 3 3. Демек бізде де 2 көбейтілген 3 тең 6. Бұл дегенде 24 һәм 30 деген санлардан жөнінде бөлінеді ең үлкен сан бұл 6. Демек 2 куб 6-ға тең болады. Бұл ұсыл жақсы ма? Бұл ұсыл түсінуге аңсат. Бірақ бұл ұсылды тек қана кіші санлармен пайдалансақ болады. Ал үлкен санларға бұл жүдә көп басқыш талап етуі мүмкін. Мысалы, мындай сандар болса же, мындай үлкен сан һәм осы үлкен сан. Осылардың арасындағы осылай екеуіне де бөлінетін екі кубты табуымыз керек. Бұл жіктеу ұсылында жүдә көп уақыт алады. Ал бұдан аңсатырақ жолы біздерде Евклид алгоритмі болады. Демек, жаңағы жіктеу ұсылының біз алгоритм көрінісінде бір қандай дәстүрлі түрінде жазсақ, бұл алгоритмнің time complexity-сі, яғни ол алгоритмді орындау үшін кететін басқыш ямасы уақыт big O тикарында а һәм б сандарының кішісіне тең болады, яғни минимум бұл жерде а һәм б. Демек, мына санларды осы жіктеу ұсымынан пайдаланып, оның time complexity-сі big O-ға көре 1.280.912 тең болады екен. Ал бұдан жақсысын табуымыз керек. Әлбетте айтқанымыз Евклид алгоритмі. Бұл алгоритмнің time complexity-сі big O-ға тикарында, логарифм 2 тикарда, сол а һәм б-ның кішкене мәнісі. Демек, компьютерлерде, компьютер сайенста логарифм белгісі келгенде, ол көбінесе біз логарифм 2 тикарды айтып атырған боламыз. Ал бұл time complexity, әлбетте, осы жіктеу ұсылының time complexity-сінен бірнеше рет жақсырақ. Евклид алгоритмі қалай істейді? Евклид алгоритмінің басқаша төменде ізбез берілген. Демек, алатын болсақ, екі сан бар, біздерде а һәм б һәм есептеу үшін, демек, а һәм а-ны б-дан үлкен немесе кіші деп есептеп тұрайық. Бірінші басқышта не қыламыз? Бірінші басқышта а-ны б-ға бөлеміз. Екінші басқышта сол а-ның мәнісін б-ға өзгертеміз. Ал үшінші басқышта б-ны а-ны б-ға бөлгендегі қалдыққа теңейміз. Б а мод м. Демек, мод мектеп сабақларында бар бұл модулар арифметика. Демек, а-ны б-ға бөлгендегі қалдық дегенді білдіреді. Төртінші басқышта осы басқыштарды а мод б 0 боламын дегенше давам етеміз. Ақырында сол 0-ден үлкен болған ең ақырғы бөлуші 2 кубқа тең болады. Бұл Python программасы тіліндегі сол алгоритмнің код көрінісі берілгені. Бұл сөйді GCD деп қойды. Бұл инглишке аббревиатурада Greatest Common Divisor болады, яғни 2 кубқа тең болады. Бұл қандай? So while b not equal to 0, яғни бізде де басқыш 0 болған жерде давам етеді дегеніміз соған тең болады. Бізде temp деген temp деген уақытыншалық variable жарды аламыз, өзгеруші.
Не үшін? Себебі біз б-ны аны б-ға бөлгендегі қалдыққа тең екенбізде б-ның мәнісін жойып аламыз. Сол жойып алмау үшін уақытыншалық б темп variable'ны теңдесе тұрамыз. Ақырында б-ны теңдесе болғаннан кейін сол аны сол темп өзгерішіне теңейміз. Бұл басқыш давам ете береді 0 болғанша. Ал 0 болғанда бұл тоқтайды. Сол аның мәнісін қайтарады. Мысалы, экскалибрда мысал көреміз. Делік e куб 252 һәм 105 сандарының e кубын табуымыз керек. Һәм сол Евклид алгоритмді табуымыз керек әлбетте. Бұл жаңа басқыштарды сөзге жазып өттім. А бізде 252, б 105-ке тең болса, бірінші басқышта 252-ні 105-ке бөлеміз. Бұл негізі 2 бүтін бір нәрсе шығады. Мына етіп жазсақ, 2-ке тең болады бүтін бөлігі, ал қалдығы 42 болады. Демек, А-ны 105-ке теңейміз. Яғни, А-ның мәнісін Б-ға теңейтін едік. А-ны 105-ке теңедік. Бұның мәнісі. Ал Б, сол 252 105-ке бөлінгеннің қалдығы. Яғни, міне, 42 қалдық. Мұны модельдер арифметика. Төртінші басқышта. Ақырында А біздерде 105-ке, Б болса 42-ке тең болды. Демек, 252 һәм 105 сандарынан 105 һәм 42 деген санға өттік. Ал айтқанымыздай, сол ең ақырға бөлуші 0 боламан деген жерде давам етеміз. Соның үшін 4-1 деген басқыштармен давам етеміз. Мысалы, А тең 105, Б тең 42 бөледі. Демек, 105-ті 42-ке бөлеміз. Бүтін бөлігі 2 шығады. Қалдығы 21. Демек, А 42-ке тең болады. А Б-ның мәнісіне теңейміз. Һәм Б-да Б-ны 105-ті 42-ке бөлінгеннің қалдығына теңейміз. 21 қалдық. Демек, А 42-ке тең, Б 21-ке тең. Енді, кейінгісінде 42-ні 21-ге бөлеміз. Бүтін бөлігі 2 һәм қалдығы 0 болады. Демек, алгоритмді осы жерде тоқтасақ болады. Себебі біздерде ең үлкен ұлма бөлуші бар. Демек, А 21-ге тең болады. Б тең 0 тоқталды. Демек, бізде болады А деген 21 һәм ол біздердің e кубымыз болады. Ақырғы басқыш 0-ден үлкен болған ең ақырға бөлуші e куб болады. А тең 21. Демек, e куб 252 һәм 105 сандарының e кубы 21-ге тең. Айттық, сол жекілеу һәм Евклид алгоритмдерінің парқы, яғни тайм комплексисінде жүдә көп парқ бар дедік. Оны мысал арқылы көрсек болады. Демек, А санына 10-ды теңесек, Б санына 15-ді теңесек, жекілеу алгоритмінде қарайтын болсақ 10, ал Евклид алгоритмінде болса, мына сан мәнісі тең болады, яғни 3-3-ге шамалы. Демек, кіші санларда мұншалық үлкен парқ болмауы мүмкін. Бірақ қарайтын болсақ, егер 1 миллиард һәм 5 миллиард деген санды алатын болсақ, оны жекілеу ұсымды ізбез шығаратын болсақ, біздерге 1 миллиард басқыш керек болады. Ал Евклид алгоритмінде болса, бізге бар жоғы 30 дана басқышта оны шешуге үлгереміз. 30 басқыштың өзі бізге жеткілікті болады екен. Евклид алгоритм содан бері сол тосылды.